Соңғы жылдары әлеуметтік желілерде ВКонтакте, YouTube, TikTok, Instagram, сондай-ақ Mail.ru, Facebook өмірімізде үлкен орын алатынын мойындайтын шығармыз. Алайда таяқтың екі ұшы бар дегендей, әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны да бар. Яғни бүгінгі видеода мен сіздерге әлеуметтік желілерде жазған жағымсыз пікірлер үшін жауапкершілік бар ма? Бар болса, қандай жауапкершілік және де ол жауапкершілікке қандай жаза қолданылады деген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Сонымен қазіргі таңда біздің өмірімізде әлеуметтік желілердің алатын орны ерекше. Біз ол жерде ойымызды емін еркін айта аламыз. Алайда кей кездері сол еркіндік шектен тыс шығып жатады. Сондай жағдай орын алған кезде сіз қандай жауапкершілікке тартыласыз? Соған тоқтала кетейік. Айта кететін өте маңызды жайт, бүгін бұл видеода мен сіздермен бөлісетін ақпаратты мен masa.media сайтынан алынды. Ол сайттың сілтемесін мен міндетті түрде төменде қалдырып кететін боламын. Біріншіден, жала жабу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73-ші бабы. Яғни адамның қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, жалған ақпарат тарату, адамға ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады, пара алды немесе берді деп жала жабу. Бұл жерде жаза 750 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 30 күнге қамауға алынады екенсіз. Ескерте кетейін, 750 айлық есептік көрсеткіш ол шамамен 1.700.000 теңгені құрайды. Екіншіден, әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық, діни алауыздықты қоздыру. Бұл қылмыстық кодекстің 174-ші бабы. Адамды ұлты, руы, нәсілі, тегі, сондай-ақ діні бойынша қорлайтын іс-әрекет. Бұл жерде жазасы 2000 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бұл шамамен 5,5 миллион теңге болады. Не бас бостандығынан 7 жылға дейін шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру. Үшіншісі сепаратистік әрекет. Яғни қылмыстық кодекстің 180-ші бабы Қазақстанның тұтастығын бұзуды насихаттау. Мысал алатын болсақ, 2015 жылы Ридерде тұратын блогер ВКонтактедегі подслушано в Ридере деген қауымдастығында біреуге Ридерге дауыс беру болса не болар еді? Елестетіп көрейік деген атты жазбаны жариялауға рұқсат берген екен. Ол жерде Ридердің Ресей құрамына кіргені жақтайсыз ба, жоқ па деген сауалнама өткізген екен. Сол үшін блогер Қазақстанның тұтастығын бұзуға үгіттеді деп 5 жылға сотталған екен. Бұл жерде айта кететін жаза, сіз 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Ары қарай, төртінші, терроризмді насихаттау. Бұл қылмыстық кодекстің 256-ші бабы екен. Бұл жерде терроризм актін жасауға үгіттеу, соның ішінде тыйым салынған террористік материалдарды жариялау екен. Яғни адвокат Джохар Өтебековтің айтуы бойынша, сіз жариялаған материал тізімге кірмесе де, бұл сізді кей кездері соттан құтқара алмайды екен. Терроризм бұл қоғамдағы тәртіпті бұзу, халықты үркіту, мемлекеттік органдардың шешіміне ықпал ету. Сондай-ақ елдердің арасына іріткі салу үшін жасалған адамдар өміріне қауіп төндіретін жарылыс, өрт және де тағы басқасы. Бұл жерде жаза 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылады екенсіз, қосымша сіздің бар мүлкіңізді тәркілейді екен. Ары қарай 5-ші, әдейі жалған ақпарат тарату. Бұл қылмыстық кодекстің 274-ші бабы екен. Қоғамда тәртіп бұзуға, мысалы, төбелес, адамдар мен компаниялардың мүддесіне елеулі зиян келтіретін жалған ақпарат тарату екен. Елеулі зиян келтіру дегеніміз бұл адамдар мен ұйымдардың конституцияда жазылған құқықтарын бұзу,
ұйымдар мен мемлекеттік органдардың жұмысына кедергі келтіру, сондай-ақ әскери шараларды болдырмау және де тағы басқасы. Бұл жерде жаза айыппұл 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін немесе 800 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа салу немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады екен. Шынымды айтсам, осы уақытқа дейін қоғамдық жұмысты жасап жүрген адамдарды мен көрген жоқпын. 6-шы ол қорлау. Адамның, соның ішінде билік өкілінің, бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қадір қасиетін әдепсіз түрде кемсіту, яғни боқтау. Қандай сөз боқтауға жататыны әрине қандай сөз боқтауға жататыны біздің заңда жазылмаған. Қайсы сөз адамды қорлау екенін тек қана сот шешеді. Сол үшін сот болар кезде сот бірнеше мамандарды, яғни сарапшыларды дайындайды екен, оның ішінде лингвист те бар. Бұл жерде қылмыстық кодекстің 137 бабына сәйкес, егерде кәдімгі әңгіме барысында адамның көзінше оған тіл тигізгені үшін айыппұл 100 айлық есептік көрсеткішті құрайды екен. Немесе 120 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылады екен. Ал интернетте немесе бұқаралық ақпарат көздерінде, сондай-ақ көпшілік алдында қорлау 200 айлық есептік көрсеткіш немесе 180 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тартылады екен. Сондай-ақ айта кететін жайт, 2019 жылда 9 айдың ішінде Қазақстанда қорлау туралы 5816 шағым түскен екен. Оның ішінде 253-не үкім шығарылған екен, 93-де кінәлі болып табылса, 160 адамға ақтау үкімі шығарылған екен. 7-ші соғыс ашуға үгіттеу. Бұл қылмыстық кодекстің 161-ші бабына тура келеді. Жазасы 3 жылдан 7 жылға дейін түрмеге қамау немесе белгілі бір қызмет түрін 3 жылға дейін белгілі бір қызмет түрінде жұмыс істеуге 3 жылға дейін тыйым салынады екен. 8-шіден басқа біреудің жеке өміріне қатысты мәліметті не отбасы құпиясын рұқсатсыз жариялау. Бұл қылмыстық кодекстің 147-ші бабы екен. Бұл жерде жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады екен. 9-шы билікті басып алуға үгіттеу. Бұл қылмыстық кодекстің 179-ші бабында көрсетілген. Жазасы 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады екен. Мұндай істер қалай қозғалады? Немесе оны кім қозғалады деген сұраққа адвокат Джохар Өтебековтің айтуы бойынша, билік өкілінен басқа адамды қорлау туралы қылмыстық іс тек арыз бойынша қозғалады екен. Жоғарыда айтылған қалған қылмыстар бойынша істі құқық қорғау органдары шағымға қарамайды, бастай алады екен. Сондай-ақ құқықтық медиа орталық қорының директоры Диана Укремованың айтуынша, ақпарат және де қоғамдық даму министрлігінде мониторинг орталығы бар екен. Ол Казнеттегі бүкіл ақпаратты бақылап, сондай-ақ құқыққа қайшы жайт болса, өкілетті органдарға шағым жасап отырады екен. Сондай-ақ сіз пост жазғаныңыз үшін, тағы да жағымсыз пікір қалдырғаныңыз үшін, яғни заңды бұзбағаныңызды тек қана сот шешеді екен. Джохар Өтебековтің пікірі бойынша сотта сарапшылар тағайындалады. Бұл жерде лингвист, дінтанушы, психолог, сондай-ақ саясаттанушы және де басқа да мамандардың шығарған қорытындысына сүйеніп сот шешім шығарады екен. Ал лайк басқаныңыз үшін сіз ешқандай да жауапкершілікке тартылмайды екенсіз. Сондай-ақ бұл адвокаттың пікірі бойынша сіздің жаңағыдай постыңыз ескі, яғни 2-3 жыл бұрын жазылған болса да немесе одан да көп жазылуы мүмкін. Сондай-ақ фейк аккаунттардан да жазған жазбаларыңыз үшін егер құқық қорғау органдары сіздің жазғаныңызды дәлелдейтін болса, онда жауапқа тартылады екен. Сонымен сіздің үстіңізден іс қозғалды. Ары қарай не істеу керек?
Әрине бұл жерде әрине сізді бұл жерде полиция бөлімшесіне түсініктеме беру үшін алып кетеді. Мұндай жағдайларда сіз өзіңіз тәуелсіз адвокат жалдасаңыз болады. Егер де жаңағыдай адвокат жалдауға материалдық тұрғыдан жағдайыңыз келмесе, онда мемлекеттің берген тегін адвокатын қолдануға болады. Қорғаушы сіздің іс басталғаннан бастап жаныңызда болғаны дұрыс, себебі ол кісі әрине заңды біледі, сіздің құқықтарыңыздың бұзылмағанын қадағалап отырады. Егер де билік сіздің құқығыңызды бұзды деп есептейтін болсаңыз, әрине бұл жазбамен сіз әлеуметтік желілерде бөліссеңіз болады екен. Сондай-ақ соттағы сарапшылардың тәуелсіз болғанды қалайтын болсаңыз, олардың барлығын жеке өзіңіздің таңдауыңыз қажет болады. Жай сот берген мамандарды да пайдалануға болады, алайда Джохар Өтебековтің айтуы бойынша көбінесе тәуелсіз сараптама жасатқан дұрыс дейді. Сот сізді кінәлі деп тапқан кезде не болады? Әрине жаңағы мен айтып кеткен айыппұлдар төлеуіңіз мүмкін, немесе бас бостандығыңыздан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ сот сіз пост жазған кезде пайдаланған техника, яғни телефон, ноутбук немесе планшетті тәркілеп алып қоюы да мүмкін. Пост жазғаныңыз үшін жазаланбау үшін не істеу керек? Бұл жерде Диана Укремова былай дейді: әр сөзіңізге абай болыңыз. Зорлық зомбылыққа, терроризмге, елдің тұтастығын бұзуға үгіттемеңіз. Біреуді, әсіресе билік өкілін қорлайтын сөз жазбаңыз. Ешкімді боқтамаңыз. Арандататын жалған мәлімет таратпаңыз дейді. Әрине, бұл видеомен мен сіздерді бір әлеуметтік желілерді сондай қорқынышты етіп көрсеткім келген жоқ. Тек қана әр жазған сөзіңізге тек қана әлеуметтік желілерде әр жазған пікір үшін, жағымсыз пікір үшін, тек қана сіз ғана жауап беретініңізді ескерткім келді. Сонымен бүгін достар, сіздерге бұл видеода мен әлеуметтік желідегі жауапкершілік жайлы біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.